Қайырлы күн менің көрермендерім. Біз бүгін хорс, қазақша айтқанда гүл тоқаш пісіру жолын көрсетемін. Сіздермен бірге мен Кенжегүл боламын. Менің рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Осы хорсты кішкентай кезімізде қонақ шақырсақ, бірінші мамаларымыз осы хорсты пісіріп қойып қоятын. Дастарханы сән болатын. Ал енді пісіру жолын көрсетейін. Мен 3 жұмыртқаны алам, осылай жақсылап тұрып араластырам. Үй жұмыртқасымен істесеңіздер жақсы, сары болып шығады. Жұмыртқамды араластырып болдым. Енді 2 ас қасық шекер салып араластырам. Және де араластыра отырып 100 грамм сүт қосып жіберемін. Енді осылардың бәрін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Шым-шым тұз қосып жібереміз. Және де 1 шай қасық қопсытқыш салып, жақсылап тұрып бәрін араластырып аламыз. Араластыра отырып, ұнын саламыз. Ұнын өлшемеймін, осылай араластыра отырып, ұнын салып отырамын. Қамыры қатты болып кетпеу керек, қолға жабысатындай жұмсақ болу керек. Менің қамырым дайын болды. Мен осындай қолға жабысатындай жұмсақ болу керек. Енді бұны пищевой пленкамен орап, холодильникке 1 сағатқа салып қоям. Біздің қамырымыз июғанып дайын болды. Енді осыны дөңгелетіп жаямыз. Орташа етіп жаямыз, қалың болып кетпесін, жұқа болып кетпесін. Қамырды жайған кезде қатты ұрпақты болып кетпесін. Қатты ұрпақты болып кетсе, майымызды күйдіріп, хорсымызды күйетіп шығарады. Мен қамырмен осындай жұқалқыда болды. Енді осыны жұқалап, ленточка етіп турап аламыз. Сосын пісіретін хорстымыздың размеріне қарай ортасынан бөліп, айландырып пісіре береміз. Біздің осы лентада мен әртүрлі размерде пісіріп көрейін деп, сол үшін әртүрлі қылып кестім. Осындай шет жағын кесіп не қылсаңыздар, пісірген кезде сыртқа қарай қайырылып, розочка болып қалады. Мен мына жерде түрлі размермен кестім, әртүрлі пісіріп көрейін деп. Сіздер де үстіп көрсеңіздер болады, қайсысы әдемі көрінетін. Енді мен қазір осы 1 ленточканың өзін 2-ке бөлем. Хорсымызды енді айландыра ораймыз. Орап болғаннан кейін соңын бүйтіп бірін-біріне мұшып қоямыз. Сонда ана шешіліп кетпейді. Болмаса спичка болсын, зубочистка болсын, сонымен бүйтіп түйреп алсақ болады. Қазір майға түскен кезде ашылып кетпес үшін. Осылай бәрін орап дайындап аламыз. Мен майым құйып, қыздырып қойдым. Енді мынандай сушитын палочкасы бар ғой, соның көмегімен хорсымызды кигіземіз, осылай айландыра отырып тура пісіреміз. Біздің хорсымыз осындай розочка қалпында пісіп жатыр. Біз хорсымыз осындай розочка болып, әп-әдемі формада дайын болды. Енді осыны ыдысқа салып, сгущенка сепсеңіздер де болады. Мен сахарный пудра септім. Қонақ келсе осылай әдемі столға қойып күтіп алсаңыздар болады. Бәрімізге ас болсын.